Жүрек неге үнсіз? Бірақ пенде көбіне мұны сезбей қалады. Өйткені жүрек дүние шуына көмілген. Таң атқанда жаңалықтар, әлеуметтік желі, жұмыс, уайым, қарбалас, бәрі жүректің үнін басып қалады. Ал жүрек үнсіз қалса, рух аш қалады. Құлшылық ауыр көрінеді. Дұға шабытсыз, Құран жат болады. Себебі жүректің Раббысымен байланысы үзіліп қалған. Осы үнсіз жүректі тірілтетін Алланы еске алу, зікір, намаз, Құран. Тек 5 минут үнсіз отырыңыз, телефонды өшіріңіз. Тыныштықта Алла деп айтыңыз. Жүрек ояна бастайды, жарық кіреді, сезім өзгереді. Себебі жүрек шын мәнінде құлшылыққа зәру. Ол дүниемен ғана емес, Раббысымен ғана тынышталады. Құранда Ар-Рад сүресі 28 аятында міне солар иман келтірген, әрі Алланы еске алу арқылы жүректері жай табатын ізгі жандар. Ендеше біліп қойыңдар, жүректер Алланы еске алу арқылы ғана жай тауып, толық қанағаттанады. Демек біздің жүрегіміз Алланы әрдайым еске алумен ғана жай табады екен.